Адами капитал елдің басты байлығы, яғни мемлекеттің дамуы адамдардың біліміне, ой санасына, қабілеті мен шығармашылығына тікелей байланысты. Өзгерістерге сәйкес ғылым мен инновация ел дамуының негізгі қозғаушы күші ретінде қарастырылады. Сарапшылар бұл жаңа конституция жобасындағы ең маңызды жаңалықтардың бірі деп отыр. Білім мен ғылымға негізделген экономика ғана болашағы бар, келешегі бар. Ата заңымызда арнайы көрсетілген бағыт болғандықтан жоғарғы оқу орындарына үлкен стратегиялық салмақ, үлкен жүк артылады. Осы ретте осы университеттік ғылымды дамыту бағыты бүгіннен бастап қолға алатын үлкен бағыт. Конституцияның преамбуласындағы көрсетілген дүниелер біздің осы ұлы дала территориясындағы тарихи өзіміздің тамырымызды терең алатындығын және болашаққа қарай үлкен бір үмітіміздің бар екендігін көрсететіндігі, жаңа бір көзқарастың келе жатқандығын көрсетеді.